Нұрсұлтан Назарбаевтың сенімді серігі болған Кәрім Мәсімов Астанадағы абақтыға ауысты. Бұл туралы отандық бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Естеріңізде болса, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-басшысы қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша істі болған. 3 тармақпен қылмысы дәлелденіп, оған сот 18 жыл кесіп берді. Енді пара алу және қылмыстық жолмен қаражат тауып, мүліктерін заңдастыру бойынша тергеліп жатыр. Астанаға жеткізілгенінде осыдан екен. Енді аталған қылмысы дәлелденсе, жасы 90-ға жақындағанда бостандыққа бірақ шығуы мүмкін. Айта кетейік, кодексте дәл осы бап бойынша егер адам қылмыстық жолмен алған ақшаны және мүлікті заңдастырғанын мойындаса, қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Сәйкесінше азаматтың мүлкі тәркіленеді және белгілі бір лауазымды қызметте жұмыс істеу құқығынан өмір бойына айырылады. Параның 70-80 еселенгенге дейінгі сомасында айыппұл салынады, немесе 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бірақ біздегі сот жүйесі кейде банктың операциясына ұқсап кетеді. Бір шендіні парамен ұстаса, одан 10 еселеп ақшасын қайтарып, бостандыққа жібере салады. Ақыр соңында келесі біреуін ұстап, дәл сондай схема қолданады. Кәрім Мәсімов қаңтар оқиғасын пайдаланып, мемлекеттің астаң-кестеңін шығарғысы келді. Абыройын пайдаланып, қол астындағыларды айтақтап отырды. Одан қалды Конституция заңын белшеден басып білгенін істеді. Мәсімовпен бірге орынбасарлары да 16 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның бірінші орынбасары Нұрсұлтан Назарбаевтың немеренісі Самат Әбіш те қызметін асыра пайдаланып, сотқа қайта-қайта шақырту алып жатыр. Қаңтар оқиғасына қатысты сот әлі күнге дейін жалғасуда. Өйткені куәгерлер қаншама құпияның бетін ашып жатыр. Мысалға, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-ші департаментінің бұрынғы бастығы Руслан Ысқақов қаңтар оқиғасында өзіне Самат Әбіш бұйрық бергенін мәлімдеген. Тергеу процесі қыза түсті. Фактілер болса сөгілген жіп секілді бірінен кейін бірі шығып жатыр. Айтпақшы, ұлы жылын Қазақстан президенті 6 беттік үлкен мақаласынан бастады. Онда қаңтар оқиғасына көлемді түрде тоқталыпты. Тоқаев қаңтарда ашынған халық алаңға шыққанын мойындады. Алайда Қасым-Жомарт Тоқаев тағы бір фактіні жайып тастады. Оның сөзінше 2019 жылы жаңа президент билікке келіп, елдегі саяси реформалар қабылдай бастағанда өз орындарына алаңдаған шенділер Тоқаевтан күдіктенеді. Жылы орындарын сақтап қалу үшін астыртын іс-әрекеттер ойластыра бастайды. 2021 жылдан бері ойластырып жүрген амалдарын қашан іске асырарын білмей абдырап жүреді. Аш халықтың алаңға шығып бас көтеріп жатқаны оң жамбастарына түсіп, қаңтар көтерілісін пайдаланбақшы болады. Шынымен де қаңтар қырғыны сценарийі енді ашыла бастады. Өйткені осыған дейінгі сыра королі атанып кеткен Тоқтар Төлешовтің жерге байланысты көтерген халықты пайдаланып, арасына өзінің жансыздарын жіберіп билікке барғысы келгені ел есінде. Қаңтар оқиғасында да елдегі олигархтар осындай сценарий қолданғысы келіпті. Алдымен батыста көтерілген жұртшылықтың ешқандай арандатуға ермей, өз талаптарына ашық әрі анық жеткізгенін білеміз. Одан дүмпу күллі қалаларға көтеріле бастағанда, әсіресе Алматыдағы қалың жұрттың арасына өз адамдарын сала бастайды. Өйткені алаңға шыққан азаматтардың басым көпшілігі белгісіз бір топтардың ортаға келіп, арандатып одан қалдық ғимараттарды өртей бастағанын көрдік деді. Бет жүздерін тұмшалап алған бір топтың адамдарға қару таратып, әкімдікке қарай беттеу керек деген пәрмен бергендігінде куәгерлер айтқан болатын. Сол сәтте бекерде жаяудың қасына жолатпайтын мемлекеттік ғимараттар қаңырап бос қалыпты. Қаладағы күшті құрылымдарға ғимараттарды тастап кету туралы пәрменді Кәрім Мәсімовтің бергені жайлы айтылып жүр. Бұл тапсырманы Назарбаевтың немеренісі Самат Әбіштің бергенінде айтқан. Жаңа жылдың алғашқы күнінде көлемді сұхбат берген Тоқаев көптеген сұрақтарға жауап беріпті. Ол бастапқыда қос президенттік мемлекет болып кете жаздадық дегенді теріске шығармады. Алайда жағдайды дереу реттеп, билікті дер кезінде қолыма алдым деді. Тіпті шенеуніктердің кімге жағыну керегін білмей, әбдірап қалғандарын да кекете айтыпты. Экс-президентке қарата айтылған сөзінде Тоқаев кетсең қайырылма деп тікесінен кесіп айтты. Назарбаевтың жақын серіктерінің саяси қитұрқылығы еліміздің тас талқанын шығара жаздады. Экс-президентке дәл осы сөзді Тоқаевтың өзі жеткізгенін Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында ашық айтты. Сөзінше, саясаттағы айлакерлер қосамжарланған билік орнатуға тырысқан. Кейбір шенділер біресе ана, біресе мына кабинетті жағалап жүрді. Ақыр соңында кімге жағынарын білмей ойнақтап жүріп от басты. Тоқаев Назарбаевқа қасындағы билікке таласқан өтірік шенділердің кесірінен мемлекеттің күл талқаны шыға жаздады деп тіке айттым деді. Міне Назарбаевтың ықпалы азайып, Тоқаев билікті толық қолына алғанда былықтарының шығатынын білген ықпалдылар не істерін білмей састы.
Кейбірі шетелге қашты, құтылмағандар түрмеге қамалды. Экс-президент өзде қасындағыларға сеніп қалып, айлакерлермен қызметтес болғанын әр сұхбатында айтып жүр. Айта кету керек, ескі жүйеден бері кабинеттерінде қалып қойған шенділер әлі де бар. Тоқаев болса барлық жағдайды заң жүзінде реттеп алдым. Ендігі кезекте кадрлық тазартулар бірте-бірте жалғаса беретінін айтты. Дегенмен жылдар бойғы тамырын жайып алған ескі жүйені түбегейлі құрту оңайға түспейді. Тоқаев кадрды жастармен толтырайын десем, шамалары жетпейді деп кейіп отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев қол астындағыларға өте талапшыл көрінеді. Іс-сапармен өңірлерге барғандағы аста-төк дастархан, салтанатты рәсімді тоқтаттым деді. Тіпті осы 7 жылымда абыройлы өткөрсем, екінші мәрте президент болмаймын деп кесіп айтты. Бастамасы жаман емес дедік. Тек сенгендері сеніміне селкеу түсірмесе болғаны.